Сәуле Досжан. Ауылдан шыққан миллионер хикаяты. Колхоздың малын баққан малшының үйінде сәби дүниеге келеді. Әкесі оның есімін болашағына деген үмітпен Жомарт қояды. Ата-анасының қуанышында шек жоқ болады. Мал бағып жүріп, әкесі өкпесіне салқын тигізіп, көп ұзамай көз жұмады. Анасы баласын жетектеп, ауылдағы тума-туысынан көмек сұрайды. Бірақ оларға қол ұшын созатын жан табылмайды. Ауыл сыртындағы лашықта өмір сүріп, анасы мал күзетіп, жұмысқа орналасып, күн көре бастайды. Ауылдағы беделді қайнағасы бұлардың халін көріп, ауыл маңынан үй сатып алып береді. Баспаналы болған соң Жомарт алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды. Басын кітаптан алмай, кітапхананың жиі келетін оқырманына айналады. Бір күні жарыстан келе жатып, кездейсоқ дүкен иесі Роза тәтені жолықтырады. Роза баланың ынтасымен талабын көріп, қасына көмекші ретінде жұмысқа орналастырады. Мектептен тыс уақытын дүкенде өткізіп, анасына қолғабыс болады. Өзінің ерекше идеяларымен дүкенге үлкен табыстар әкеледі. Ауылдағылар барлығы Жомартты аузынан тастамай, өз балаларына үлгі қылып айтады. Жомарт алғашқы 100 мыңдық табысына түрлі түсті теледидар сатып алып, қалғанын оқуына жинай бастайды. Ер жетіп қасындағы жолдасымен Алматыға барады. Болашаққа деген үлкен сеніммен қаржы саласындағы университетке тапсырады. Оқуда озат, үлгілі болады. Бірде көшеден дүкен сатылады деген хабарламаны көріп қалады. Сөйтіп, бағын сынамақшы болып, дүкен иесімен сөйлесіп, жиған тергеніне дүкен сатып алады. Нарықта танымал дүкен желісіне айналып, мақсатына жетеді. Осылайша Жомарт қарапайым ауылдан шыққан миллионер атанады.